Шежірелік ақпараттың таралуы. Шежірелік ақпараттың таралуы орысшаға реализация генетической информации деп аударылады. Реализация генетической информации сөзін қазақшаға аударсақ, реализация тарату, генетика шежіре, информация ақпарат болып, тарат шежіре ақпарат деген дәлел шығады. Осы сөйлемдегі ақпарат сөзін сараласақ, ол оралып тарапқа деп айтылады. Ақпарат информация тарапқа на все стороны деп орысшаға аударылып, информация на все стороны деген керемет сөз шығады. Бұл түсінік ғылым мен қазақ дүниетанымының керемет сәйкестігін дәлелдейді. Бірақ қазақ түсінігінің ұлылығы информация на все стороны деген ұзын сөзді бір ғана ақпарат деген сөздің ішіне сыйғызып тұрғанында жатыр. Ғалым перенос генетической информации от ДНК к РНК, который заключается в избирательном синтезе молекул мРНК, комплементарных определенным участкам ДНК, соответствующих одному или нескольким генам, дейді. Шежірелік ақпарат 4 жолмен жүреді. Айта кетейін. Бірінші репликация, екінші транскрипция, үшінші трансляция, төртінші процессинг. Бірінші репликация деген термин қазақша көш деген сөз. Көш, орысша качуй, бұйрық ұғымын білдіреді. Қазақ көші, тұтасып жатқан әлем. Екінші транскрипция, көшті. Көшті сөзінің орысшасы тронулся с места. Қазақтың көші көшті. Ақпарат көші көшті. Екі көш қорытындысы тең мағына. Үшінші трансляция. Көшен. Көшен сөзі оралып, не шөк деп айтылады. Көшен, көш, качуй, ен, проникай. Не шөк, не что, шөк, ложись. Бірде көшіп, бірде шөгіп жатқан дүние мен ақпараттар әлемінің тұтастығы. Осы ақпараттар ағымы барлық істің соңында қазақша тәңір ғылым тілінде белокты туындатып барып тоқтайды. Керемет жұмыс. Төртінші процессинг. Дендеу. Дендеу бар жоғы 4 сірімнен тұрып ден жүреді. Осы түсінік жайлы сөзді төменіректе нақтылап айтамын. Сәл сабырлық сақта. Енді процессинг дендеу түсінігіне айрықша тоқталып, қазақ дүниетанымына байланысты бір ақиқаттың басын ашып кетейін. Ал процессинг дендеу ақпарат таситын 4 молекула қазақша сірімнен тұрады. Ол мыналар. Бірінші транспортная ТРНК қазақ түсінігінде нұқ. Екінші информационная ИРНК қазақ түсінігінде ари. Матричная МРНК қазақ түсінігінде ари көш. Үшінші рибосомальная РРНК қазақ түсінігінде теңір. Ядерная ЯРНК қазақ түсінігінде құнсақ. Нұқ, ари, ари көш, теңір, құнсақ. Ғылым осы ақпаратты дендеу үрдісі мынадай жолдармен жүреді деп дәлелдейді. Образование молекул мРНК, представляющих непрерывную последовательность нуклеотидов, комплементарную только экзонов кодирующим участкам ген. Далее молекулы мРНК выходят из ядра цитоплазмы и соединяется с рибосомами, где происходит процесс трансляции, синтез полипептидной цепи по молекуле мРНК, АУГ. Инициирующие и определяющие начало синтеза УАГ, УАА, УГА. Сигналом к завершению трансляции служит один из 3 стоп-кодон. Появление стоп-кодон
рибосомы прерывает процесс трансляции. На следующем этапе полипептидные цепи трансформируются к специфическим органеллам клетки и модифицируются с образованием зрелого функционально активного белка деп дендеудің қалай жүретінін айтады. Бұл ғылыми дәлелде АУГ және УАГ, УАА, УГА деген терминдер көзге ұрып көрініп тұр. Тағы да бір көзге көрініп тұрған ТРНК деген ғылыми түсінік қазақ түсінігінде нұқ деп аударылып айды аспанға шығарып тұр. Ойды сан саққа жүгірте бермей, осы терминдердің қазақ дүниетанымындағы орнын анықтап, қазақ дүниетанымының ұлылығын тағы бір дәріптейін. АУГ қыпшақ. Ғылым АУГ инициирующее и определяющее начало синтеза дейді. Демек, ғылыми АУГ дегеніміз қазақша қыпшақ. Ұлы жүз, мың жүз, кіші жүз. Қазақтың дешті қыпшақ деп мемлекеттің не ұлттың, не алып даланың атауы екендігі белгісіз болып, тарихи дау туғызып жүрген сөзі ғылыми ұғым екен. Міне, осылай біздің осы күнге дейін белгісіз болып, сан түрлі ойларды туындатып, мы кипчаки дегізіп, тарихшылардың есін тандырып жүрген қыпшақтар туралы аңыздың басы мен аяғы ғылыммен тоғысып барып тұрақтады. Қыпшақ метионин инициирует и определяет начало синтеза делініп, яғни белокты жасайтын ақпарат көшін қыпшақтың бастайтыны анықталды. Теле. Ғылым УАГ, УАА, УГА. Сигналом к завершению трансляции служит один из 3 стоп-кодон. Таким образом, появление стоп-кодон рибосомы прерывает процесс трансляции. На следующем этапе полипептидные цепи трансформируются к специфическим органеллам клетки и модифицируются с образованием зрелого функционально активного белка деп ақпараттардың қалай көшетінін айтады. Қазақта кешеден бүгінге жеткен 300-ге кірмейтін қалекен төленгіт төре деген ұлыстар бар деген түсінік бар. Демек, қазақ ұлты өзіне теленгендері бар дейді. Қазақ неге осылай деді? Енді осы түсінікті ғылым тіліне аударсақ, қалай болады екен? Зерделейін. Ғылымда УГА, қазақта МКО. Мың жүз, кіші жүз, ұлы жүз. Қалекен. Ғылымдағы УАГ, қазақта МОК. Мың жүз, ұлы жүз, кіші жүз. Төленгіт. Ғылымдағы УАА, қазақта МОО. Мың жүз, ұлы жүз, төре. Демек, төре, төленгіт, қалекен дегендеріміз адам емес, ғылым тілімен терминирующие и заканчивающие синтез белка стоп-кодоны. Осылай, біз төрелерміз, біз ақсүйекпіз деп басталатын аңыздың басы мен аяғы тұжырымдалып, олар қазақтың шежіре жүйесінде теле атанып, ғылымда знаки препинания болып шыға келеді де табиғаттың ұлы заңын орындайды. Демек, теле қазақтың шежіре ділінің заңды бір бөлімі, ұғарсың деп ойлаймын. Енді айтпақ ойымды қайтадан РНК құн сөзіне аударып, оның адам болмысы мен қазақ дүниетанымында нені нақтылайтынын, адам ағзасындағы атқаратын қызметіне орай РНК құн 4-ке бөлініп, іс тындырып, қазақ дүниетанымын ұлылыққа көтеретіні жайлы ақиқатқа тоқталайын. Бірінші нұқ. Транспортная РНК. Ғылым ТРНК жайлы. ТРНК переносит аминокислоты в рибосомы. Специфичность такого переноса обеспечивается наличием 20 типов транспортного РНК, соответствующих 20 аминокислотам дейді.
Осы айтылған ғылыми дәлелдерді қазақшаласақ былай болып шығады. Нұқ елді теңірге көшіреді. Елдің теңірге көшірудің сапасы жақсы болу үшін елдің саны 20 болғандықтан нұқтың да саны елдің санына сәйкес келіп 20 болуы шарт. Екінші, құн теңір. Рибосомальная РНК. Ғылым рибосомальная РНК жайлы. РНК образует в комплексе с белками рибосому сложную органеллу, в которой происходит синтез белка дейді. Осы айтылған ғылыми дәлелдерді қазақшаласақ былай болып шығады. Құн теңір ірмен бірігіп, теңір деген үлкен дарақты сомдайды. Сөйтіп теңірде ір әукімделеді. Үшінші, ари. Информационная РНК. Ари күш, матричная РНК. Ғылым информационный РНК жайлы. И РНК переносит информацию о структуре белка от ДНК к рибосомам, то есть является смысловой копией ДНК, который служит матрицей для синтеза белков дейді. Осы ғылыми дәлелдерді қазақшаласақ былай болып шығады. Ари ірдің болмысы туралы ақпаратты теңірге жеткізіп, гунның толық қанды көшірмесі болады да, ірді әукімдейтін тағанға айналады. Құнсақ. Ядерная РНК. Ғылым ядерный РНК жайлы. Ядерный РНК участвует в процессе вырезания последовательностей дейді. Бұл ғылыми дәлелдерді қазақшаласақ былай болып шығады. Құнсақ жалғастықты кесіп тұрақтандыратын денге қатысады. Ойымызды тұжырымдау үшін осы жерде айтылған ғылыми дәлелдердің басын бір жерге жинасақ, транспортная РНК переносит аминокислоты в рибосомы. Специфичность такого переноса обеспечивается наличием 20 типов транспортного РНК, соответствующих 20 аминокислотным РНК, образует в комплексе с белками рибосому сложную органеллу, в которой происходит синтез белка. Информационный РНК переносит информацию о структуре белка от ДНК к рибосомам, является смысловой копией ДНК, который служит матрицей для синтеза белков. Ядерный РНК участвует в процессе вырезания последовательности деген заңдылық шығады. Енді осы орысша түсінікті қазақшалап айтсақ, көне заманда айтылған керемет ертегіге бергісіз аңыз әңгіме туындайды. Бастадым, тыңда. Нұқ елді теңірге көшіреді. Елді теңірге көшірудің сапасы жақсы болу үшін елдің саны 20 болғандықтан нұқтың саны да елдің санына сәйкес келіп 20 болуы шарт. Құн теңір ірмен бірігіп, теңір деген үлкен дарақты сомдайды. Сөйтіп барып, теңірде ір әукімделеді. Арилер ірдің болмысы туралы ақпаратты теңірге жеткізіп, гунның толық қанды көшірмесі болады да, ірді әукімдейтін тағанға айналады. Құнсақ жалғастықты кесіп тұрақтатып, денге қатысады. Міне осындай аңыз десең аңыз, тарих десең тарих бола алатындай жұмбақтана барып бітетін қысқа да нұсқа әңгіме. Қазақша айтылған нұқ туралы осы ұғымды көне заманда естіген кезде бұл әңгімеден ұлылықты сезініп, бұра тартып бұрып ап, қиыннан қиыстырып қиып ап, өз аңызын туғызып алдым екен, менің сайын далам арқылы Қытайдың жібегін тасып күн көргенімен қоймай пайғамбар болуды аңсаған кейбір саудагер. Осы қазақы дәлелді көне заманда жібек жолымен өткен небір саудагерлер, саяхатшылар, тарихшылар, әулиелер, дәруіштер тыңдаған болатын. Кейбірі есіне сақтап, енді бірі жазбаға түсіріп, елдеріне барып айтқан болатын. Бүгін қазақ дүниетанымының ұлы ілімі шежіренің ақиқатқа толы алтын парағына жазылған нұқ жайлы құпияны ғылымға сүйене отырып,
жаңадан басқаша аштық. Ашылған құпияның кереметтігі көне заманның адам болмысында жүргізілген ұлы көш туралы сыр шертіліп, бүгінге дейін бейберекеті шығып айтылып жүрген көшпенді қазақтар туралы тарихты нақтылыққа жақындатып, көшпенділер жайлы ақиқатты басқа жаққа жетектеп, адамның ойын дел сал жасады. Енді осы аңызға ұқсас көшіп жатқан әлем туралы ойды сонау жібек жолы дүркіреп тұрған заманда тыңдаған жолаушы қандай ой қорытар еді? Әрине, мына жынды қазақ қандай көш туралы айтып отыр дер еді. Сен де сол кездегі біздің даламызды оңды солды кезген жат жұрттықтардай қазақ осының бәрін білген болса сұмдық қой. Қазақтың ондай білім болуы мүмкін емес. Мына Тоқтар не айтып, не сандырақтап отыр демесең болды. Сондықтан ойымды тағы да бір қайырып кетейін. Ой үйіріне қосылсын. Ғылымның дәлелімен сәйкес келген 20 ел, 20 нұқ бар деген тұжырым қазақтың 20 елі туралы ақиқаттың құпиясын ашып, қазақ тарихын төрге отырғызды. Бауырым, Тәңірлік Құдайым табылған ақиқатымызды ұзағынан сүйіндірсін. Бауырым, осындай керемет, сындарлы да салиқалы тұжырымды баяғы заманда қазақ түзген. Орайын келтіріп бүгінгі таңда мен айттым, сен ұқ. Бауырым, енді қазақтар осындай кереметке толы құпияны қайдан білген деп санаңа маза бермей отырған сұрағыңды қоюға болады. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы 75-78 беттердің аралығы.